қош келдіңіздер, лайк басып, комментарияда пікірді ұмытпаңыздар. Ya dostlar, bizim kanalga hoş geldingizler. Bizge like basıp, kommentariya жазып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Bizde bugün qanday video deb o'ylaysizlar? Bizde bugün suv içip qo'yma degan challenge. Qarangizlar, bizde qanchama tamoq tur, және mына жерде mынандай suv var, mine. Жеңілген адам ішеді оны. Bunu tek qana жеңілген адам ғана ішетін болады. Мына жердегі қазір мына жерде аштысы бар, тәттісі бар. Барлығын қазір біз жейміз, только ешқандай су ішпейміз, ya достар, ya? Мына жерде қазір аузы ашитын тамақтар бар. Сол кезде шыдап су ішпеген адам бізде мынандай ұтысқа ие болады, достар. Қараңыздар. Мен аламын, сендер алмайсыңдар. Кім мықты шыдайды, сол 20 мың теңгенің иесі атанады. Міне достарына суларды құйдық. Бәрін енді мына жерге тізіп қоямыз. Ал достар, біз 20 мың теңгеге таласты бастаймыз. Кеттік. Давайте. Мама, мен мынаны. Баласа фри жейді ол, как обычно. Біз бургер. Неге апортқа барғанда бір бургер тістеп, бір скол ашсаң күшті ғой, ya? Достар, айтпақшы бар ғой. Қалғаным Мен мыналарға осының алдында 1-2 сағат су ішкізген жоқпын. Көреміз, қалай шыдай ма екен, шыдамай ма екен. Мен бір тістеп, бір сушиді аузыма сажырып, артынан бір кола ішіп жіберсең, ай, қандай күшті болар еді. Еще кола деген мұп-мұзда күшті болып тұр екен. Достар, уже қақалып атырық, жұта алмай атырық, еще мынандай суши, қараңыздар. Вкусно. Кола болса уже. Достар. Чөсінде, мөсінде. Қиналып жұтып атқан жоқсыңдар ма? Мен уже қиналып жұтып атым. Мен де. Мен жұтып атқан жоқпын мен бәште. Мынау қақалып атыр. Достар, бұл оңай емес. Сіз ойлап қалмаңыздар, оп-оңай ғой, мен шыдап жемей жеңіп алатын едім деп. Қиын, суқой ғой. Өйткені біз обычно тек қана тамақ ішкеннен кейін сумен ғана ішетінбіз ғой. Еще мынандай фастфуд жегенде мынандай кола болса, қандай күшті еді. Бәріміз бірдей чикен дейміз. Бургерлерін қойып қойыңдар. Давай. Чикен аппетитно болып тұр. Бірақ қып-қызыл ашты. Свежий прям. Аштым. Аштым. Мен онда жемеймін. Құлын қарасаңыздаршы, балашағын. Енді mesela фри жеп, 20 мың ұтып алмақшы ғой, бұл ше. Бәрі бізге қосады ғой. Ашын керуі қошы. Достарына чикен деген ашты екен. Мен демеймін. Болмайды, жеу керек чикенді. Чикеннен бір тістеп, бургерден біз тістеп отырып біз. Чикеннен ашты болғаннан бары ішім жанып атыр. Достарына чикеннің аштылығынан бар ғой, мен терім прям ағып атыр ғой. Чикен ашты екен. Жеп қойды ба? Ашиды. Айша, молодец. Айша, жеп ал чикенді. Аш емес дейді. Ашсы. Мына суды прям ішіп қойғым кеп тұр, достар. Достар, сіздерге осылардың арасында қайсысы қаттырақ ұнайды? Пицца ма, суши ма, чикен ба? Или манты ма? Или манты ма? Қайсысы ұнайды? Или фри ма, бургер ма? Сендер айтыңдаршы, кімге қайсысы ұнайды осы жерде тұрған заттың? Маған бургер ұнайды. Мен бургер ұнайды. Маған суши ұнайды. Суши, әсіресе Айшаға Цезарь суши ұнайды. Цезарь запеченный қатты ұнайды. Мен болса, фри ұнайды. Анандай. Чикен ұнайды. Мен Цезарь запеченный жеп жатырмын. Мен енді Байқаса халыққа ма, ол деген өте тұтқыр ол Цезарь запеченный. Мен пицца жегім деп тұрмын. Пицца?
Ана Катарда біз жатқан қонақ үйде осылардың бәрі тегін еді. Достар, ана все включеноға барсаңыздар күшті екен. Мен Катарға барғым келіп кетті, достар, сода өзімен самолетпен Қазақстанға. Еще бәрі тегін все включено алғанбыз ғой қонақ үйді. Мороженый, тамақтар, бургерлер, бәрі тегін күшті ғой. Әсіресе достар, ол жақта бар ғой, маған жақсы болды. Потому что неге дейсіздер ме? Енді біз үйде дастархан жаямыз, жинаймыз ғой. Маған емес, сендерге де жақсы болды, я? Потому что мен де қыздарым уже стол жинап жасауға уже үйреніп қалды ғой, өсіп қалды ғой. Бұларды ту анашым, жинамай қояйықшы дейсің, әсіресе қылау. Өзіңіз жинаңызшы деп, ал ол жақта бізге прям 10 күндей рахат болды. Маған да, қыздарыма да. Потому что біз ешқандай стол жинамаймыз, әкелеміз, қалағанымыз жейміз да, сосын тұрып кете саламыз, рахат. Ешқандай жинап, әбіржіп, оны істемейміз. Тұрып кетеміз, артынан жиналады, сосын тоже обедке келеміз, бәрін аламыз, жейміз да, сосын тағы да тұрып кетеміз. Вообще кайф болды ғой. Достар, біз Катардан сіздерге влог салдық қой, сосын көрсеңіздер болады. 3 түрлі влог бар бізде Катардан. Прям Катар бізге қатты ұнады. Даже достар қайтқымыз келмеді. Мамам беді. Біз оның алдында только мұжыммен бала шағамызды тастадық та Қытайға барып келдік. Қытайға бардық. Біз 2 рет Қытайға бардық. Не істейсіз? Мен 1 рет бардым, ал не істейсіңдер? Біз деген еще Гонконгқа бардық, Улин деген күшті жеріне бардық, Шэньчжэнь деген пляжына бардық, Гуанчжоуға бардық, Чэнду деген жеріне бардық, еще оның тауындағы күшті отельге жаттық. Достар, со Чэндудың тауында жатқан отельдің блогы да бар, менде ше көрсеңіздер болады. Енді ана тау деген прям күшті ғой, супер ғой маған қатты. Еще соның бағасы қанша екенін айтайын ба? Сол қонақ үйдің бағасы енді прям комфорт бәр жағдай жасалған завтракпен 10 мың теңгеге, 10 мың теңге ойлаңыздаршы, 10 мың теңге. Ана қонақ үй көрсеңіздер. Жеңіле саласың ау, Аймико? Жеңіле салшы. Мен жеңе салайыншы бүгін. Ля ты крыса, а! Бәрін жеңіле саңдаршы. Что-то мен жеңіліп қалатын жақтың уже организм су требует. Анды сол неден апыш? Маған пиццадан бер жегіңіздерші. Достар, кім жеңет деп ойлайсыздар, айтыңыздаршы. Кім шыдамды бұл жерде? Айтыңыздаршы. Мысалы мен өзім жеңетін сияқтымын. Өйткені қазыналар кішкентай, қазір су ішеміз деп шығатын сияқты. Мен шыдайтын сияқты өйткені мен күніне 3 стакан су ішемін. Мен организмім өте қатты су требует. Шөлдеп кеттің ба? Су ішесің ба? Жеңіле бересің ба? 20 мың теңге ұтпайсың ба? Бүгін ба? Давай бір ауыздан балаусан жеңілдіреміз. Сөйтіп ба? Я. Балауса жеңбесін, я? 20 мың теңге алмай ақ қойсен, я? Öyle. Su içesің еще 20 мың теңге аласың ба? Жоқ, достар етпейді. Несправедливо так. Нельзя так. Думай. Так все могут. Анка, сен бізге Қытайда не істедің соны айтып берші. Нету. Қайда қыдырдың? Амикон аузын біраз шаршатайық, достар, мүмкін су ішіп қоятын шығар. Қытайға барып келді ғой, бұл 1 ай жатып келді Қытайда. Қалай демалып соны сұрап. Аузы кеуіп кеткенде может су ішіп қоятын шығар. Жоқ, мен Қытайда. Екі рет қана су ішедім. Не істедің Қытайда айтшы? Түске білсіз су ішедім. Түнде білсіз. Достар, мен тамағымнан өтпей жатыр. Мен жеңілем ау точно. Мен тамағымнан әдем өтіп отыр. Әдем өтіп отыр. Достар, еще нағар жаңа осы видео басталмай тұр. 1 сағат, 1,5 сағат су ішпеген адамдар. Мен су ішкізбей қойғам. Бізде бәрі шынайы болсын деп ше. Филадельфия жейін деп жатыр Айша. Жесейді балығы мен? Жей алмаймын балығын. Айша, достар, Айшаның дауысын көрсетер ме? Айша да қақалып жатыр. Кім ұтады екен? Жота өзім ұтып кететін сияқтымын, қанша қақалсам да шыдап ше. Өйткені
Өзім біліп тұрмын шыдайтынымды. Бізде шыдамыз. Достар, қарасаңыздар. Бүтін 20 ғой, қазір осыны біреуіміз ұтамыз. Бәрімізде суспен. Достар, кішкентай балапанды қарасаңыздаршы, бұл да 20 мыңнан үміті бар екен. Мен де бәрі су ішпеймін деп қойдым. Мен де су ішпеймін. Достар, бәрі дәмді прямшы. Күшті. Бірақ только бірдеге жетпей тұр, су жетіспей тұр. На суды деген. Деп өшіп жатыр. Үш ма, қақаласын? Әкем өшіп. Қақаласын, үш? Жеңілесің ба? 20 мың теңге ұтпайсың ба? Ұтпайсың, ішсең ұтпайсың. Көрдіңіздер ме достар, кішкентай балапанға да ақша керек. Мәймико, сен іш бол, сен іше сал. Қылау ішсін онда, қылауға беріңдер, қылау іше салар. Ұтпай-ақ қоясың ба достар? Официально бізде балауса жеңілді. Біз енді 4 қатысушымыз. Ішпейтін болып қалдың ба не? Мә, ішпейді екен. Қылау болды, сен іше сал, іштеңсе қылмайды, іше сал. Көрмейді достар. Іше сал. Ақша! Мақна тұрып шуалай ма? Ақша! Бүйтіп шуалай қойдым. Ішкен жоқпын. Ішкен бала. Ішкен жоқпын. Достар, анасын қатырмамын теңде жоқ. Ішкен жоқпын мен достар. Анасын, если біз бар ғой, ішсек ары қарай мына жерден тамақ жей беруге бола ма? Болмайды, уже шығып кетесіңдер ойыннан вообще. Кетіп қаламыз ба? Мынаған бір су жетіспей тұр енді. Мына жерде хотя бы бірінші сулы зат жоқ қой. Андай дагы, ауын сияқты. Достар, видео түсіру негізі оңай емес. Сол үшін бізді бағалап, қолдап, лайк басып, комментария көп жазып кеттіңіздер. Кешегі сияқты күнделікті біз ақша ойнатамыз еще. Что-то мен жеңіле салатын сияқтымын. Шыдай алмаймын уже. Анашым, үше салсын. Бір. Екі. Мен де ше. Үшті Анашым баласы да жеңілді. Екі адам жеңілді. Достар, мен жеңілдім. 20 мың теңге менің көзімнен бұл-бұлышты видео. Шын айтам, достар, жаңа бір не жеген ғой, Филадельфия суши. Прям сол өтпей қалды, бұлай шайнап жатырмын, бұлай шайнап жатырмын. Мұнан аштысымен біраз аузына сөл бөлініп жұтат жарын десем, мол жұтылмайды ғой. Үші қатысушы. Үші, баласы да шығалды ма не? Мә, баласы екем жеңілдік ба? Мен ішем едім. Жеңілем деп айттың ба сен? Болды достар, мені біз жеңілдік, шыдай алмадық баласы екеміз. Ең үлкені мен, ең кішкентай шыдай алмады. Енді 3 адам бағын сынайды. Міне достар, пицца уже біраз желінді. Манты тұр еще мына жерде күшті болып. Мына жерде тәтті бар, нан жейсіңдер сендер, үшеуін қалдыңдар ғой енді. Мен жеп отқан қарсаңшы достар. Йой, аузым толтырып алған әйтеуір жеп отыр. Қазір надан үшеуін бөліп жейсіңдер біреуін тәттіден. Келмеймін. Жейсіңдер? Жегім келмейді. Енді. Тәтті жетпейді менің ağzыма тәттімді. Манты жейсіңдер онда. Жоқ. Манты жесем тәтті жеуге болмайды. Иә, давай бір манты берейін. Кішкентай манты. Міне, қылауға бір манты кетті. Біз сіздерге уақытын айтпаппыз ғой. Мына жерде бізде в общем 10 минут уақыт бергенбіз бәріне. Енді ол 10 минуттың аз ғана уақыты қалды в общем. Что-то жеңілетін сияқты ма? Айша жеңіледі, потому что бұл әбден сумен ішіп үйреніп қалған ғой. Көреміз енді қазір Айша, Микош, Аққылау. Қайсысы жеңіледі екен? Точно біреу жеңіледі достар. Өйткені шыдай алмайды бұлар. Еще уақытта таяп қалды. Мамамен өтпей жатыр, уже тамағын артқа тұрып қалды, мен су ішем болды. Шыдай алмайды. Точно ішесің ба? Ұтыласың ба Айша?
Ayşe atlasın mı sen? Iya. Точно. Ойлан. Ей. 20.000 теңге. Біреулер ұттасасыншы. Sen ұтыласа аласың ба? Давай, достар, онда Айша ішетін болды, су ал енді іш. Ал, су ішті 20.000 теңгені ұмыт. Kan. Теңге тамағын жеп алдық. Достар, Айша ұтылды. Айша официально ұтылды, мен ойламай-ақ қойын, Айша. Енді бұл мына екеуінің ортасына, достар. Қайсысы? Екеуі де негізі андай мінездері сыбаз бір андай адамдар ғой. Оңайлықпен бірдеңеге беріле салмайтын ше. Айтқаннан қайтпайды. Қадалған жерден қан алмайтын балдар ғой бұлар. Мен алам ғой. Иә, бұл әкесінен ала салады ғой. Бұл бастық қой әкесін. Ал, екі конкурент қалды бір-біріне. Қайсысы? Мен бәрі кешімді қалып, әкімге сағасың. Достар, қайсы жеңер екен көрейік. Мен жеңем. Достар, балоса деген, Амикош деген өз-өзіне что-то сенімді айтып отыр. Осы жеңетін сияқты. Потому что қылаудың асауы жаман, асау атыр ғой, асап. Біз негізден достар ақша жинағанбыз. Жынды ма? Абайла? Иә. Абайла жынды ма? Достар, бір баламыз не істеп алмай құрсын. Видео түсіреміз. Амика жеңді. 20.000 теңге. 20.000 теңге. Өзім алып қойғым келіп. Достар, міне официально бізде Амикош жеңді. Ура! Владимир